жұмыс беруші штаттық кестені тіркеу үшін ең алдымен авторизациядан өтеді. Ол үшін кіру тіркеу батырмасын басамыз. Почта немесе телефон арқылы логин паролімізді тереміз және кіру батырмасын басамыз. Пайда болған терезеден жұмыс беруші ретінде кіреміз. Жұмыс берушінің жеке кабинетінде сол жақ бөлімде штаттық кесте модуліне өтеміз. Штаттық кесте модулі екі бөлімнен тұрады. Ол штаттық кесте және жоба бөлімі. Штаттық кестенің жобасын құру үшін жоба бөліміне өтеміз. Жоба бөлімінде жаңа штаттық кестені құру батырмасын басамыз. Пайда болған терезеде құрылым туралы ақпарат енгізуіміз керек, яғни мұндағы өрістердің барлығы міндетті, бұйрық нөмірі және бұйрық күні. Сақтаймыз. Бізде құрылым пайда болады компания деген. Бұл құрылым бойынша егерде бұйрық нөмірін немесе бұйрықтың уақытын дұрыс көрсетпеген жағдайда өңдеуге болады. Міне, бұйрық нөмірін өзгертеміз, бұйрық күнін өзгертеміз, сақтаймыз. Ары қарай осы құрылым компанияға құрылымдарды тіркейміз. Ол үшін біз еншілес қосамыз. Құрылым түрінен өзімізге қажетті құрылымды таңдаймыз. Оқу орталықтарына, яғни мектептерге белгілі бір түрлер пайда болады, яғни ол әкімшілік басқарушылық персонал, мектепке дейінгі шағын орталық, медициналық персонал, педагогикалық персонал, мектеп жанындағы интернат, техникалық персонал, оқу көмекші персоналы. Әкімшілік басқарушылық персоналын таңдайтын болсақ, одан кейін құрылымның қазақ тіліндегі және орыс тіліндегі атауларын енгізуіміз қажет. Сақтау батырмасын басу арқылы құрылымды құрамыз. Бізде құрылым пайда болғанын біз ашу батырмасын басу арқылы көреміз. Міне, бізде құрылым пайда болды. Дәл осылай бірнеше құрылымды тіркеу үшін біз компания құрылымын басып, еншілес қосамыз. Тағы да медициналық персонал таңдап көрейік. Орыс тілінде, қазақ тіліндегі атауларын таңдадым. Не бізде екі құрылым пайда болды. Енді осы құрылымдарға кәсіптер тобын құрайық. Ол үшін біз кәсіптер тобын құру батырмасын басамыз. Пайда болған терезеде біз лауазымды тереміз. Анықтамадан, мысалға директор делік. Лауазым көрсетеміз. Лауазым санаты көрсетіледі. Бірліктер саны. Егер сіздерде бірліктер саны 10 болса, 10 деп көрсетесіздер. Жалақы ол бір лауазымға көрсетіледі. Сақтаймыз. Міне бізде лауазым тобы пайда болды. 10 жұмыс орны, штат бірлігі 10. Егерде бір жұмыс орнының штат бірлігі 0,5 болған жағдайда, онда таңдау әрекетін таңдаймыз. Өңдеу, ары қарай штат бірлігін өзгертеміз. Сақтаймыз. Міне бізде штат бірлігі өзгерді. Ал егерде артық көрсетіп қойған жағдайда бір лауазымды алып жоюға болады. Келесі кәсіп тобын құратын болсақ, орынбасар. Бірліктер санын көрсетеміз. 2. Жалақысын көрсетеміз. Үстеме ақысын көрсетеміз. Сақтаймыз. Міне бізде 2 лауазым тобы пайда болды, кәсіптер тобы. Штат бірліктері. Келесі құрылымға лауазымдар тобын құрайық. Кәсіптер тобын құру батырмасын басу арқылы. Егерде сізде бұл лауазым штаттан тыс болған жағдайда, мәселен педагогтар штаттан тыс лауазымдар ретінде таңдаймыз.
лауазымның атын тереміз. Бірліктер санын көрсетеміз. Бірліктер саны әрқашан бүтін сан болады. Жалақыны көрсетеміз. Егерде оның штат бірлігі 0,5 болған жағдайда жұмыс орнын таңдап, өңдеу батырмасын басып, бірлік санын өзгертеміз. Дәл осылай бірнеше құрылымды жобаларды жаңа кәсіптер тобын құрып, өзіңіздің штаттық кестеңізбен сәйкестендіріп, ЭЦП-мен қол қою арқылы еңбек шарттар тіркеудің бірыңғай жүйесіне жібереміз. ЭЦП-ңызды таңдайсыздар, енгізіп, институтыға жібересіздер. Ол кезде жоба бөлімінде бізде өңдеу статусы пайда болады. Егерде ақпарат дұрыс енгізілмеген жағдайда, сіздерде мұнда қызыл болып тұрады, ошибканың аты шығады. Сол арқылы мына жердегі дұрыс емес енгізілген ақпараттарыңызды реттейсіздер. Егерде құрылымды енгізіп, ішіндегі кәсіптер тобын көрсетпеген жағдайда сізде қате болады. Әрі қарай штаттық кесте модулін көрсететін болсам, лауазымға жұмыскерді тағайындайтын келесі бөлімді көрсетейін сіздерге. Ол үшін құрылымға өтесіздер. Керекті лауазымды таңдайсыздар. Міне лауазым туралы ақпарат шықты, жұмыс орны туралы. Яғни мұндағы жалақы саны көрсетіледі, мөлшерлемесі, яғни бірлік саны көрсетіледі. Біз егерде лауазымды оның алдында енгізген болған жағдайда, бізде осындай ақпарат шығады. Лауазымға тағайындау батырмасын басу арқылы, мұнда біз қызметкердің ЖСН көрсетеміз. Табу батырмасын басқан кезде бізде шарттар туралы ақпаратта сол жұмыскердің шарттары пайда болады. Көрсетілген шартты таңдасақ, бізде лауазым дұрыс емес деп көрсетіп тұр. Сондықтан да ең бірінші біз келісім шартта штаттық кестедегідей лауазымды көрсетуіміз қажет. Егерде менде мына жерде есепші болып, лауазымда басқаша мәлімет көрсетілген жағдайда, осындай қате шығады. Лауазымды өзгерткеннен кейін бізде осылай сәйкестену болады, яғни қате кетеді. Ары қарай біз тарифтік мөлшерлемені көрсетеміз, нақты жалақыны алып жатқан жұмыскердің үстемақысын және тағайындалу күнін көрсетеміз. Тағайындалу күні ол еңбек шартындағы бастау күні емес, ол штаттық кестенің басталу күнімен сәйкес келу керек. Яғни бұйрық күні сіздерде 1 қыркүйек болса, тағайындау күні сол 1 қыркүйектен басталады. Немесе одан кейін келген күннен басталады. Одан кейін мына жерде сақтау деген батырманы басамыз. Егерде бұл жұмыскер декреттік уақытта болса, жаңа декреттік демалыста болса, жұмыс орнының уақытша болмау себебі туралы ақпарат енгізіп кету қажет. Одан кейін сақтау батырмасын басасыздар. Міне бізде бұйрық күні ерте болмау қажет дейді. Өйткені біз бұйрық күнін 2-сімен көрсеттік. Яғни тағайындау күні 3-мен немесе 4-мен болу қажет. Сақтаймыз. Міне сақталған кезде бізде жіберілмеген деген мәртебе көруге болады. Келесі құрылымдарда егерде декретке кеткен жұмыскердің орнына басқа адамды уақытша тағайындау қажет болған жағдайда, лауазымға тағайындау терезесінде міне ауыстырылатын лауазым меткасын басасыздар.
ең бірінші өрісте ол декретке кеткен жұмыскердің иіні көрсетіледі. Екінші өріске қызметкер сол орынға уақытша тағайындалған жұмыскердің иіні көрсетесіздер. Табу батырмасын басқан кезде еңбек шарты шығады. Оның лауазымы дәл сол жұмыс орнын уақытша басып жатқан лауазыммен бірдей болу қажет. Яғни ары қарай тарифтік мөлшерлеме, нақты жалақы, тағайындалған күнін көрсетіп, сақтау батырмасын басасыздар. Ал егерде жұмыскер тағы бір лауазымды қоса атқарып жатқан болса, яғни онда жаңағы атқарған лауазымның құрылымына кіресіздер. Егерде ол аспазшы деп айтайық, сол кезде лауазымға кіріп, лауазымға тағайындау арқылы жаңағыдай жұмыскердің иін тересіздер. Ең бірінші лауазымды қоса атқару деп басасыздар. Аты жөнін шығады, міне тарифтік мөлшерлемесін көрсетесіздер, нақты жалақысын, үстемақысын, тағайындау күнін